Өңіріміздің су қоймаларында шомылу кезінде болатын қайғылы жағдайлар азаймай тұр. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 2008 және 2018 жылдар аралығында облысымыз бойынша 262 адамның суда өмірі қиылса, оның 72-сі бала. Төтеншеліктер қайғылы оқиғалардың алдын алу мақсатында оқу-жаттығу шараларын өткізуде дәстүрге айналдырған. Біздің арнаның түсіру тобы сондай бір шараның куәсі болды. Шаған және Жайық өзендері қосылатын тұста бір адамның суға батып бара жатқанын байқаған құтқару қызметінің мамандары дереу іске кірісті. Су түбінен алып шыққан оны дәрігерлер ажал аузынан арашылап қалу амалдарын жасады. Суға батып бара жатқан адамды бірінші судан алып шыққаннан кейін бірінші ішіндегі суды шығарып аламыз. Судан кейін бірінші алғашқы медициналық көмекке көшеміз. Ол өкпе жүрек реанимациясы, 2 рет өкпе искусственное дыхание жасаймыз және де 30 рет компрессия жүрекке массаж жасаймыз. Сол арқылы судан кейін каждый 5 минут сайын оценка состояния қарап отырамыз. Егер науқастың жағдайы жақсарса, онда реанимацияны тоқтатамыз. Шомылу маусымы басталғалы облысымыз бойынша 20 адам судан ажал құшса, оның 4-і бала. Осыған орай төтеншеліктер алдын алу шарасын ұйымдастырып, түсінік жұмыстарын жүргізді. Суда құтқарумен балаларды жүзуге үйрету үшін орта мектептердегі дене шынықтыру пәнінің мұғалімдерін әдіскерлікке тарту жүйелі жүзеге асып отыр. Бұнда біздер жасөспірімдерді жүзіп үйретеміз. Оны тек жалғыз біздің қызметшілер емес, құтқарушылар емес, оны мына дене шынықтыру сабағынан беретін мұғалімдер бар ғой, мектептердің. Солар 52 адам Орал қаласының біздерде инструктаж өтіп, нелерін, допускыларын бәрін алып, олар осында жүр. Алдымен суға түскен кезде, суға түсердің алдында жаңағыдай балдарды алдымен қыздырдың жаттығу жүргізеді. Одан кейін суға келіп, аяқ қолдарын шомылдыру керек, жаңағыдай суға үйретіп деген сияқты. Немесе алдымен суға түскен кезде қыздырынбай, немесе қолдарын шомылдырмай, аяқ қолының құрысуы басталады. Одан кейін суға бату басталады. Суға батудың алдын алу шаралары бойынша бірінші атып өткендей, тек қана қыздырынып, содан кейін барып суға түсуге болады. Суға түскен кезде бір-бірімен алысуға, немесе сүңгуге терең бойдан асып, ол қатаң тыйым салынған. Жалпы облыс аумағында 69 суға шомылу орындары әкімдіктердің шешімімен бекітілген. Бірақ мамандандырылып, қажетті құрал саймандармен жабдықталғаны 5-еу. 3-еуі Орал қаласы маңында болса, 2-еуі Бәйтерек ауданында орналасқан. Қайғылы оқиғалар негізінен қараусыз қалған балалар мен адамдардың ішімдік ішкен күйі шомылуынан болады дейді төтеншеліктер. Көбінесе неден? Балалар әке-шешелері осылай судың басына барады, өздері отырады, балаларын ұмытып кетеді, қарамайды, тыстамайды. Біздер сонда тек осы жалғыз Жылаевский карьерден бар ғой, Сая деген пляж бар ғой. Содан бір рет 2 бала, бір рет кішкентай қызды алып шықтық, сөйтіп. Құтқардық. Әке-шешелер осылай балай кетіп қалғанда, бас жағындағы кафе, сонда кафеде отырып, балаларын тастап кеткен судың басында. Ондай оқиғалар біздерде көп болып отыр, көп жетеді оның. Шомылу маусымына арналған оқу-жаттығу шарасы барысында суда құтқару қызметі өкілдері шомылуға рұқсат етілмеген өзен жағасында жүрген тұрғындарға ескерту қағаздарын таратып, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Балаларды қараусыз қалдырмау және мас күйде суға шомылу туралы ескертулер жасалды. Ұлықпанелі Өрістен Мишанов, Айдос Қайсымов, Ақ Жайық телеарнасы.